Саламатсыздар ма студенттер? Мұнай және газ химиясы мен технологиясы пәнінен жаңа тақырыбымыз мұнайды тұзсыздандыру процесі. Сабағымыздың мақсаты мұнайды тұзсыздандыру процесінің технологиясымен танысамыз. Қазіргі таңда мұнай өңдеу зауытында 2% суы бар эмульсия түседі. Эмульсиядағы су құрамында 15-100 дециметр куб хлорлы тұздар болады. Мұнай сусыздандырылады, яғни судың құрамы 0,1-0,2%-ға дейін кемейді. Сонымен қатар, мұнай электр тұзсыздандыру қондырғысында тұзсыздандырылады. Электр тұзсыздандыру аппаратының жұмысын кеңінен қарастырайық. Мұнай қабылдағыш резервуарға келіп түседі, онда мұнай тұнады. Кейін мұнай эмульсиясы электрлі деэмульгатор арқылы өтеді. Онда мұнай эмульсиясы химиялық реагенттермен араласады. Алынған қоспа әрі қарай шикізатты насос арқылы қажетті қысыммен жылу алмасу қондырғысы, электродегидратор және түкше пешке жіберіледі. Шикізатты насос ретінде компрессорлы турбина қолданылады. Кейін мұнай жылу алмасу блогына түседі. Блокқа түскенде мұнай температурасы 10-25 градус, блоктан шыққанда 110-130 градус болады. Жылу алмасу блогы 3 ағынға бөлінген. Әр ағында 6-8 құрылғыға дейін болады. Мұндай жүйе шикізат температурасын реттеуге өте ыңғайлы. Әрі қарай мұнай 2 деңгейлі электрлі сусыздандыру, тұзсыздандыру блогына жіберіледі. Бұл блок 3 қондырғыдан тұрады. Бір термотұрақтандырғыш және 2 шар тәрізді электродегидратор. Мұнай термотұрақтандырғышқа түсерде араластыру қондырғысы арқылы қыздырылған сумен араласады. Судың мастылық үлесі мұнайға шаққанда 5%-ын құрайды. Термотұрақтандырғышты алдын ала сусыздандыру процесі өтеді. Су мұнай құрамындағы тұзды ерітеді. Тұзды ерітінді ары қарай қолдану үшін басқа тұрақтандырғышқа өтеді. Пайда болған эмульсия ары қарай бұзылып, қабатқа бөліне бастайды. Мұнай өңдеу өндірісі қуаттылығына байланысты 2-ден 10 электродегидратор қондырғысына дейін болуы мүмкін. Электрлі тұзсыздандыру, сусыздандыру процесі мұнайды өңдеудің ең маңызды сатысы болып табылады. Ендігі кезекте студенттер бүгінгі жаңа тақырыпты қорытындылап бекітіп өтейік. Берілген тірек сөздер қолданып, анықтамасын беріңіздер. Бүгінгі сабағымызды аяқтай отырып, ағылшын тілінде бейнефильм қараймыз. Мұқият тыңдап, түсінігімізді келесі сабаққа дайындаймыз. Refining begins with a process called distilling. After oil is superheated, it becomes vapor. The vapor is fed into the distillation unit. As it rises and cools, the vapor turns back into a liquid. Using stacks of trays, the liquid is easily collected and separated by weight. The lighter and medium weight liquids require less processing before they're ready to be used in cars and trucks. The heavier liquids need more processing to become useful. A process called cracking is used to maximize the usefulness of heavy oil. Heavy oil has long strings of carbon and hydrogen molecules. Using a catalyst, these molecules can be broken into smaller chains, transforming the heavy oil into lighter, more valuable fluids. Үй жұмысын орындау барысында қосымша сөздікті қолдануға ұсынамын. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.